Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туылған түн мәуліт түні деп аталады. Мәуліт туылған сәт дегенді білдіреді. Қадір түнінен кейінгі ең қасиетті түн, және бұл түні пайғамбарымыздың туылғанына қуанғандар кешіріледі. Бұл түні пайғамбарымыз туылған кезде болған оқиғаларды, мұғжизаларды оқу, тану, үйрену үлкен сауап. Пайғамбарымыздың өзі де мәуліт түнінде сахабаларына бұларды айтатын. Сахабалар да осы түні бір жерге жиналып, сол түнді еске алып, ол туралы оқып түсіндіретін. Әлемнің түпкір-түпкіріндегі мұсылмандар жыл сайын бұл түнді мәуліт түні ретінде тойлайды. Барлық жерде мәуліт қасидалары оқылып, әлемнің сұлтанын еске алады. Әр пайғамбардың үмметі өз пайғамбарының туған күнін мерекелейді. Осы күн мұсылмандардың мерекесі болып есептеліп, қуаныш және шаттық күні болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туған түнінде болған оқиғалар. Расулаллах алейхиссалам дүниеге келуінің алдында және туылған кезінде оның келетінін сүйіншілейтін бір қатар оқиғалар орын алған. Сол кездің танымал тұлғалары пайғамбарымыз дүниеге келместен бұрын ғажайып түстер көрген. Түстерін көріпкелдер мен сол кездің атақты ғалымдарына жорытқан кезде олар бұл түстерді Мұхаммед алейхиссаламның келетініне жориды. Пайғамбарымыздың атасы Абдул-Муталиб былай деген: бір жолы ұйықтап жатып түсімнен шошып ояндым. Дереу бір көріпкелге барып жорытайын деп ойладым. Оған барғанымда ол бетіме қарап: «Ей Құрайыш басшысы, саған не болды? Жүзіңнен әлде бір беймазалық көрініп тұр. Әлде бір нәрсе болып қалды ма?» деді. «Иә, бір түс көрдім. Бұл туралы әлі ешкімге тіс жарған жоқпын», деп оған айтып бердім. «Бүгін түсімде өте үлкен бір ағаш көрдім. Бір ұшы аспанға жетіп тұр. Бұтақтары шығыс пен батысқа таралған. Ол ағаштан сондай бір нұр шашырайды. Күн оның қасында жай бір нәрсе болып қалады. Бірде көрініп, бірде жоқ болады. Адамдар соған бет бұрған еді. Барған сайын нұры арта түсті. Құрайыш тайпасының кейбір адамдары сол ағаштың бұтақтарына жабысуда, кейбіреулері ағашты кесуге ұрынуда. Бір жас адам ол ағашты кескісі келгенде тосқауыл болды. Ол адамның жүзі әсем, бүкіл денесінен хош иіс тарап тұр еді. Осындай адамды мен өмірімде көрген емеспін. Мен де әлгі ағаштың бір бұтағынан ұстағым келді, бірақ қолым жетпеді», дедім. Түсімді айтып болғаннан кейін оның үні бозарып: «Ол саған бұйырмайды», деді. Мен: «Кімге бұйырады?» дегенімде: «Сол ағаштың бұтағынан ұстағандарға», деді. Сосын қасымдағы балам Абу Тәліпке қарап: «Бұл оның көкесі болып қалар», деді. Абу Тәліп бұл оқиғаны пайғамбарымызға пайғамбарлығы білдірілген кезде айтқан. Және міне, сол ағаш Абул Қасым Әл-Амин Мұхаммед алейхиссалам деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам дүниеге келген түні бір жұлдыз туды. Мұны көрген яхуди ғалымдары Мұхаммед алейхиссаламның туылғанын түсінді. Сахаба Хасан бин Сабит радиаллаху анх айтады: «Мен 8 жаста болатынмын. Бір күні таңертең бір яхуди: «Ей, яхудилер!» деп айқайлап жүгіріп жүрді. Яхудилер: «Не болды? Неге айқайлайсың?» деп оның қасына жиналған кезде ол: «Хабарларың болсын, Ахметтің жұлдызы осы түні туды. Ахмет осы түні дүниеге келді», деп жауап берді. Сол Аллах туылған түні Қағбадағы пұттардың барлығы қирады. Уруәт ибн Зубейр жеткізеді: Құрайыштық бір топтың бір пұты бар болатын. Олар оны жылына бір рет тауап етіп, түйелер сойып,
шарап ішетін. Тағы да сондай бір күні бұттың жанына барған кезде оның жерде құлап жатқанын көрді. Оны тұрғызса, ол қайтадан құлайды. Бұл жағдай 3 рет қайталанады. Сосын оның жан-жағына жақсылап тіреуіш қойып, сүйеп қойған кезде бір дауыс келеді. Бір адам туылды. Жер бетінде барлық нәрсе қимылға келеді. Қанша пұт бар болса, барлығы құлады. Патшалар қорқыныштан қалтырады. Бұл оқиға дәл Мұхаммед алейхиссаламның туылған түніне сәйкес келеді. Мәдәйін қаласындағы Иран шахының сарайының 14 мұнарасы қирады. Сол түні гүрілдеген дауыстан шошып оянған патша мен халқы көрген қорқынышты түстерін жортқанда мұның үлкен бір өзгерістің белгісі екенін түсінді. Сондай-ақ сол түні мәжусилердің отқа табынушылардың 1000 жылдан бері жанып тұрған үлкен оттары кенеттен сөніп қалды. Олар оттың сөнген күнін белгілеп қойды. Ол шах сарайының мұнаралары құлаған күнге сай келеді. Сол кездегі қасиетті деп саналатын Сауа көлінің суы да сол түні бір сәтте тартылып кетеді. Шам жақта 1000 жылдан бері су ақпай тұрған және кеуіп қалған Сәмәуа өзен арнасы сол түні толып аға бастады. Мұхаммед алейхиссалам туылған түннен бастап шайтан мен жындар енді Құрайш көріпкелдеріне оқиғаларды хабарлай алмайтын болды. Көріпкелдік амалы тоқтады. Пайғамбарымыз өмірге келген түнде және одан кейінгі күндерде әлемде сол кезге дейін болмаған оқиғалар орын алды. Бұлардың барлығы соңғы пайғамбардың дүниеге келуінің белгілері еді.